Құрметті бауырлар, Алла Субхана ва Тағала Құран Кәрімде әрбір саланың маманынан сұраңдар деді. Алхамдулилля, қазіргі таңда арабтарды отырғызып қойып сабақ беретін мамандар елге келді. Арабтарды отырғызып қойып сабақ бере алатын мамандар елге келді, алхамдулилля. Сен тыңдасайшы енді. Десең, бауырлар, жоқ, намаздан кейін кетіп қалады. Кете бер. Сенің қазір намаздан кейінгі кетіп қалатқан солың сен түбіңе жетіп жатыр. Ашық айтамыз. Имамның шәкірті болып жүрген, насихат тыңдап, дұрыс жолда жүрген бір адам Сирияға соғысқа кеткен жоқ. Имамның шәкірті болып жүрген бір адам түрмеде жоқ қазір. Мүмкін бір қылмыспен біреумен төбелесіп қалып, түрмеде отқандар бар шығар Ханафи мазхабында. Бірақ дін мәселесі бойынша түрмеде отқан бір ханафи жоқ. Кімдер отқандар? Сол қайта-қайта уақытысында қолын көтеріп намаз оқып, мен ешкімге кедергім жоқ, мен ешкімге зияным жоқ. Бұл да пас sunna ғой, брат деген балалар Сирияға кетті солар. Сол балалар түрмеде отыр қазір. Әттең-ай деп отыр, бірақ не? Сондай жағдайға жетті. Сол үшін құрметті бауырлар, қазақта жақсы сөз бар, ақылды мұсылман адам дейді, өзгеден мысал алады. Ақымақ адам өзінен мысал алады. Ашық айтамыз, қол көтеріп намаз оқуды, ондай хадисте бар. Бұхариде, Муслимде келетін сахих хадис бар. Рафул ядайн, рухуқтан алдын, рухуқтан кейін қол көтерілген хадис бар. Бірақ бұл хадис қай жерде айтылды? Намаздың өзі 3 кезеңге бөлінеді. Пайғамбар алейхиссалам әуелгі кезеңде рафул ядайнды айтты, істеді оны. Ортаңғы кезеңге келген кезде Пайғамбар алейхиссалам қайтарды одан. Бұл мансух болды, күші жойылды. Сен Абу Бакрден де мықтысың ба не? Омардан да жақсы намаз оқығың келе ма? Абу Бакр, Омарлар айтып жатыр. Бірінші сапта имамның артында тұратын солар еді. Олар біз қолымызды көтермей қойдық дейді, Пайғамбар айтқаннан кейін. Өйткені Расулалла бізді қайтарды деді. Содан да жетпей қалған, хабар жетпей қалған бір сахаби Пайғамбардан сөгіс естіген кезеңде де болды. Расул алейхиссалам мешітке келді, бір сахаба қолын қайта-қайта көтеріп намаз оқып тұрғанын көрді. Пайғамбар алейхиссалам ол намазы біткеннен кейін, бауырым, мен ескерттім ғой сендерге. Неге қолдарыңды қайта-қайта көтере бересіңдер? Аттың құйрығы секілді қолдарыңыз желпей бермеңдер деп Пайғамбар ескертті. Біліп қойыңдар, қол 7 орында көтерілсін деді. Осы хадис ортаң кезеңде айтылды. 7 орында, 3-еуі намазда, 4-еуі қажылықта көтеріледі. Ал намаздаған санайық. Бірінші қай жерде көтеріледі? Такбир тахримде көтереміз қолымызды. Екінші, үтірәжітте көтереміз, құнут дұғасынан алдын. Үшінші, айт намаздарда. Болды. Расулалла алейхиссалам осыны айтты бізге. Қалған 4-еуі қажылықта деді. Кағбаны көрген кезде қол көтеріледі, Сафа тауына шыққан кезде қол көтеріледі, Марваға барған кезде қол көтеріледі, Арафат тауына барған кезде қол көтеріп дұға жасалынады деді. Біліп қойыңдар, 7 орында қолдарын көтересіңдер деді Пайғамбар алейхиссалам. Енді келіп алып, бауырым пас sunna ғой дейді. Sunna, біз кіші. Біз не істеп жатырмыз? Бауырлар, усул фиқ деген білім бар, усул фиқта мынандай мәселе келеді. Сахабилердің жеткізген риwаятына амал істейміз ба, істегендерін істейміз ба деген мәселе көтеріледі. Бір ауыздан келіскен сахабалардың айтқан сөздері емес, істеген істері алынады, бірінші орында тұрады. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху Шам қаласы фатх болған кезде Омар ибн Хаттаб халифа соны жіберді сол жерге. Әрі муфти қылып, әрі әкім қылып кімді жіберді? Абдулла ибн Мас'удты жіберген. Ол кім Абдулла ибн Мас'уд деген? Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху Пайғамбар алейхиссалам тірі кезінде Құранды өзінен тыңдайтын секілді 4 адамның атын айтты. Мен секілді оқи алады. Әрбір аяттың түскен тарихын білетін. Соның біріншісі Абдулла ибн Мас'уд. Абдулла ибн Мас'удтың зу на'лайн, аяқ киім көтеруші деген атақты берген. Пайғамбар алейхиссалам жанында көп жүріп аяқ киім көтергендіктен сондай атақ берген. Сол Шам қаласына сол жерге басшы болып жіберілді. Сол жердегі табиғиндер Пайғамбар алейхиссаламның сахабасын қошеметпен қарсы алды. Алланың елшісінің елшісі қош келдіңіз деп сахабаға үлкен қошемет көрсетілді. Кейін айтты, Пайғамбар алейхиссаламның намаз үлгісін көрсетіңізші бізге деді. Қалай намаз оқыған Пайғамбар дейді. Табиғиндер Пайғамбар көрмеген кісілер ғой. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху 2 ракағат намаз оқыды. Қазір біз қалай намаз оқып жатырмыз? Дәл осылай қолын құлақтың тұсына шейін көтерді, қолын кіндіктің астына байлады, аяғының арасы 4 елі болып, дәл осылай намаз оқыды. Пайғамбар алейхиссаламның намазы осындай болған деп айтты. Бауырым, Абдулла ибн Мас'уд секілді Пайғамбарды ешкім танымайды. Абдулла ибн Мас'уд сол жерде мектеп ашты. Медресе дейміз ғой.
Дін үйретті халыққа. Сол шәкірттердің ішіндегі ең үздігі Ибрахим Нахи болды. Абдул Масуд Алла рахматына кеткеннен кейін школаның директоры кім болды енді? Ибрахим Нахи болды. Ибрахим Нахидің шәкірттердің ішіндегі ең үздігі Хаммад болды. Ибрахим Нахи қайтыс болғаннан кейін сол медресенің директоры Хаммад болды. Хаммадтың шәкірттерінің ішіндегі үздігі Абу Ханифа болды. Хаммад қайтыс болғаннан кейін медресенің директоры кім болды? Абу Ханифа болды. Абу Ханифаны сөккен кісілер болды уақытысында. Ой, Ханафити деп. Сен ойланып сөйле. Сенің айтып жатқан сөзің Абу Ханифаға бармайды, сахабаны сөгіп жатсың сен. Өйткені Абу Ханифаға осы намазды Абу Ханифаға Абдулла ибн Масуд үйретіп тұр. Абдулла ибн Масуд бұл пайғамбардан үйреніп тұр, бауырлар. Сол үшін қазір қол көтермеу бұл пайғамбар соңғы үлгісі. Ал сенің қайта-қайта қолыңды көтеріп оқып жатқан намазың ол әуелгі намаз. Енді сұрақ, 25 жылдың ішінде бізде заң шықты. Заңдар өзгеріп жатыр ма, жоқ өзгермей бір қалып келе жатырмыз ба? Өзгеріп жатыр ғой. Дәл сол секілді Құранның ішінде мансұқ болған аяттар бар. Бір уақытта ол күшінде тұрды да кейін болды, жарамай қалады. Амал істелінбейтін аяттар бар Құранда. Сол секілді мыңдаған хадистер бар. Уақытысында өзіне бір мерзімде амал істелінді де, кейін оған амал істелінбей кетеді. Соңғы пайғамбардың айтқан сөзімен алдыңғыларда күш жойылып кете береді. Ол архивта тұрады, сахих дұрыс. Бірақ амал істелінбейді оған. Енді айтқым деп жатқаны, қоғамға қазір бір бауырларымыз талтайып тұрып, қолын көтеріп жаңалық алып келді. Бірақ пасунна оқу керек намаз дейді. Мен сұрадым өткенде бір бауырымнан, пасунна қалай намаз оқу керек? Міне осылай деп қояды, қайта-қайта қолын көтеріп. Мен саған және сүнна үйретейін онда. Сенікі де сүннет, менікі де сүннет. Бірақ менің істеп жатқан сүннетім бұл пайғамбар алейхиссалам соңғы үлгісін істеп жатырмын мен. Ал сен әуелгі үлгісін істеп жатсың. Екеуміз істеген кезде ешқандай сауап артық кетпейді. Екеуміз бірдей сауап аламыз. Намаздың парыздары бар, уәжібін орындасаң болды, ол жерде толық намаздың сауабын аласың. Бірақ сен қазір қолын көтеріп оқыған кезде қоғамда фитна шықты ма? Фитна шықты. Сен жаңа бөлініп жатсың сен. Онда жаңа ойлап алып келмей қойсайшы сен. Бауырым, валлахи, қолыңды көтеріп намаз оқығанда бір сауап артық алып жатқан болсын, дәлелдер мен бүгіннен бастап қолын көтеріп намаз оқимын. Өзім атымнан сөйлеп жатырмын. Мен салафиттік айтып келатырмын осы күнге шейін. Алланың атымен ант етемін. Қолыңды көтеріп намаз оқып жатсың сен. Мен көтермеймін. Бір сауап артық менен алып жатқан болсаң да дәлелдеңіздер. Ол сауап маған керек. Ертең ақыретте мен сауабым аз. Сауап жинағым келеді мен. Бір сауап болса да маған түсе берсін. Дәлелдей алмай жатыр ешқайсысы. Бәлкім бауырлар, мынау жамағаттың тыныштығын сақтау уәжіп болады. Ал сен істеп жатқаның сүннет. Сүннет уәжіптен төмен тұрады. Сол үшін иман. Құрметті бауырлар, әменде іштен айту сүннет деп айтты ма, бітті, іштен айту саған уәжіп болады. Ал сен имамға тыңдамастан айқайлап жатқан болсаң, сен уәжіпке қарсы келіп жатқан күнә алып кетесің қазір мешіттен. Онда байқау керек. Сонша уақытың кетті. Қанша жерден келесің намаз оқимын деп. Тұрып алып, адам күнә алып кету деген қасірет қой ол. Адам мешіттен сауап алып шығу керек. Алхамдулилля деп, мүмкін соңғы намазынша сен қайдан білесің сен? Сахабалар намаз оқыған кезде соңғы намаз секілді намаз оқығанбыз деп айтқан. Құдай біледі, мүмкін мынау құптан намазы біреулердің соңғы намаз шығар бұл. Білмейміз алдында не күтіп тұрғанын. Құптанды оқыған кезде соңғы намаз секілді жіберетін болған сахабалар. Таң намазға жетсе, алхамдулилля жеттім ғой деп, соңғы таң намазым шығар деп тағы да солай қоштасатын болған. Бауырлар, тәубамызға келіп, ешқандай бүлік шығармай, аман есен дінге не пайдамыз тию керек екен. Сол үшін бауырлар, намаз уақытына байланысты қазір сөзіміз қайттан жалғасады, иншалла құптан намаздан кейін еліміз тыныш, жұртымыз аман, және қайталап айтамыз, бауырлар, қазір салафи болып жүрген бауырлар, ол жолды тастаңыздар. Өйткені мен қазір кітаптарын әдейі алып келдім. Егер біреу қазір маған бірден айтам десе, жай сөзбен емес, кітаппен көрсетейін деп кітаптарын көтеріп келдім мен. Қазіргі салафилер негізінде вообще вахабистер бәрі. Қазір салафиттерге сен вахабистсің ба десем, жоқ, мен салафитпін деп жатыр. Ал араб әлеміндегі ғұламалар қазір кітап жазып шықты. Сол кітаптар бізге жетіп келді. Олар не деп жатыр? Қазіргі салафиттер вахабистер деп жатыр. Айтқан сөзімен жауап беремін. Қазір кітаптан көрсетіп беремін. Егер көре алатын кісілер болса. Өйткені неге десе, әлемге вахабизм деген жаман атпен тарқап кеткендіктен олар аттарын өзгертіп келді қазір дейді. Жоқ, мен вахабист емес, мен салафитпін деп жатыр. Салафи, вахаби екеуі бір мәселе. Біреуі ақ ит, біреуі қара ит. Екеуі де ит. Екеуі де тістейді.
Бауырлар, ондай нәрсені тастау керек. Сен ешқашан салафи бола алмайсың. Салафи болу үшін сен осыдан 14 ғасыр алдын дүниеге келуің керек еді. Әрине. Сен қалай салаф боласың, сен 14 ғасырдан кейін келіп алып? Мысалға атын кім сен? Ернар. Ернар бауырымды шығарамын да қазір сіздерге таныстырамын. Ернар Ұлы Отан соғысының ардагері деймін. Қабылдайсыңдар ма? Қабылдамайсыздар ғой, Ұлы Отан соғысының ардагері деген кезде бірден біз 41-45-ке кетеді ойымыз. Олардың аттары алтын әріппен жазылып қиямет кезін тұрады енді осылай. Дәл сол секілді сәләп деген кезде Пайғамбар алейхиссалам хадис еске түседі бізде. Пайғамбар айтады: "Хойрул қурун қорни". Мына ғасырдың ең кемелдікке толған ғасыр менің ғасырым дейді. Суммаллазина ялунакум, одан кейін келетін ғасыр, суммаллазина ялунакум, одан кейін келетін ғасыр деді. Одан кейін дін бұзылады деді. Сол кезде сахабалар сұрады: "Я Расулалла, дін бұзылса кімнен үйренеміз?" деген кезде: "Алейкум ахлусунна вал жамаа". Сендер менің сүннетіммен жүретін жамағатпен бірге болыңдар деді. Міне, хадисте айтып кетті Расулаллах алейхиссалам. Демек сен сәләп бола алмайсың ешқашан. Сәләп деген термин осыдан 14 ғасыр алдын өмір сүріп кеткен адамдарға айтылған термин ол. Біздер мутасаллифпіз араб тілінде. Мутасаллиф деген сәләптардың жолымен жүрушілер. Абу Ханифа сәләп ол кісі. Имам Тахауи сәләп. Міне, біздің ата-бабаларымыз сол сәләппен жүрді. Біздер сол сәләпке бізге жол тастап кетті. Сен келіп алып жаңалық таппай ақ қойын. Керісінше сен фитне шығарып жатсың. Сол фитне шығарғаның үшін ақыретте жауап бересің. Қаншама адамдар қазір отбасы бұзылып кетті. Қаншама ата-анасы жылап отыр балалардың артынан. Баламай деп. Түрмеге жабылды. Алды соғысқа өлді. Құдай біледі нешеуі тірі, нешеуі өлі. Тағы қаншасы кеткісі келіп жүргенше Алла біледі олардың. Сол үшін бауырларым, қысқа өмірде тыныш, Алланың берген нығметіне шүкір деп намазыңды оқы, бала шағаңа ие бол, жұмысыңды жаса, бұл өмірден абыроймен кету керек бәрімізге. Фитне шығарма. Өйткені сенің істеп жатқаныңды біз жаңалық деп көріп тұрғанымыз жоқ. Егер шынымен сол жаңалық болса, маман ретінде бірінші біз қабылдайтын едік. Имамды бірінші соны істейтін едік. Күніге қолымызды көтеріп, амин деп бірінші біз айқайлайтын едік. Өйткені көріп тұрмыз ғой, кітапта шынымен сондай болатын болса. Сол үшін құрметті бауырлар, мұның баршасы, жаңа айттым, дінге деген есік ашық тұр, осы есіктен ішімізге фитне кіріп келді. Наурызға бөгенбелердің уақытында білекпен, найзамен келді сол дұшпандар, қазір көзге көрінбейтін осында идеологиямен кіріп келді. Қазір осылай бөліне беретін болсаң, болашақта мына мешіт жабылады. Сол кезде бірақ айтпа. Неге мына мешітіміз жабылып қалды біздің? Иманғали мешітіміз. Мен өткен жылы Қапшағайдың түрмесінде болдым, 2 түрмеде де мешіт соғылған. Ішіне кірсем мешіт емес екен. Библиотека. Кейін балдардан сұрадым. Бауырым, сырты күмбез мұнарасы бар, мешіт. Мен таңғалдым, түрмеде бірінші мәрте көрдім дедім.